Бүгін Сыр өңіріне арнайы жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерімен кездесіп, саладағы өзекті мәселелерді талқылады. Соңғы жылдары орын алған су тапшылығына қарамастан Сыр диқандары мемлекет басшысы мен үкімет тарапынан көрсетілген қолдауының арқасында егіннен мол өнім алып, салада өсім динамикасын қалыптастырды. Тамақ өнімдерін өңдеу көлемі өткен жылдың қорытындысымен 6,3%-ға артып отыр. Осы тұста облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев ведомство басшысына үкімет тарапынан көрсетілген қолдау үшін ризашылығын білдірді. 2022 жылы ауыл шаруашылығы негізгі қорына 9,9 миллиард теңге инвестиция салынып, 2021 жылмен салыстырғанда 8%-ға артты. Биылғы қаңтар-ақпан айларында өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13,2%-ға өсті. Өткен жылы саланы субсидиялауға 11 миллиард 900 миллион теңге қаржы бөлінсе, биыл 13 миллиард 800 миллион теңге қаржы қаралды. Сыр диқандары биылғы жылы барлығы 195 мың 6 гектарға ауыл шаруашылығы дақылдарын орналастыруды жоспарлауда. Оның ішінде негізгі күріш көлемі 83 мың 9 гектар көлемінде межеленуде. Ербол Қарашөкеев биылғы субсидиялау ережелерімен таныстырып, ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайдалану мәселелерін талқыға салды. Өткен жылы агроөнеркәсіп кешенінің жалпы өнімінің өсуі қарқыны 9,1%-ды құрады. Экспорт көлемі 46%-ға өсті Қазақстан бойынша. Оның экспорттың ішінде өңделген өнім экспорттың көлемі 64%-ға өсіп отыр. Яғни бізде экспорттың ішінде өңделген өнімнің экспорты тездеу өсу байқалып отыр. Ең бастысы ішкі азық-түлік нарығының тұрақтылығы қамтамасыз етілді. Былтырғы жылы министрлік бірқатар жүйелі мәселелерді шешуге айтарлықтай жұмыс атқаруда. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес субсидиялау жүйесін жетілдіру бойынша жұмыстар жүргізілді. Мал басын асылдандыру, жер қатынастарын реттеу, цифрландыруды дамыту бойынша бірқатар заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер қабылданып жатыр. Әзірде де қабылданады. Жақын арада ауылдық аумақтарды дамыту тұжырымдамасы қабылданды. Бәрдеріңіз білесіздер, президенттің сайлауынан кейін ұлықтау рәсімінен кейін біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ең алғашқы жарлығын ауылдық аумақтарды дамыту жөнінде тапсырма берді. Жиынға облыстың ауыл шаруашылығы саласының өкілдері, қала және аудан әкімдері бейнеконференция байланыс арқылы қатысып, өз сұрақтарын қойды. Жиынға қатысқан шаруа иелерінің төрағалары мен құрылтайшылардың ұсыныс пікірлерін тыңдады. Біздегі облыста тұқым шаруашылығына тазалауға арналған линия болмаса комбайн қосалқы сеуілдер бәрі көтерген, болмаса сапасы төмен мына Ресейдің, көршілес елдердің техникалары. Сол субсидиялау шиктің мөлшері өте төмен болып тұр. Мысалы, нарықтағы бағалар олардың 280 миллионға дейін қазір көтерілсе, ол комбайндардың субсидиялау шикт бағалары 144 миллион болып тұр. Сонда біз 30% емес, былайша айтқанда где-то 144 миллион алғанда где-то 12%-13%-ға кетті. Тұқым тазалау линиялар дедіңіз, мынау тұқым мәселесі бойынша біз негізі жол картасын әзірлеп жатырмыз. Қазір президенттің тапсырмасы бойынша тұқым саласын дамыту жол картасы болады. Сол ішінде жаңағы қазір субсидиялау нормативінде де көтеріп, жаңа техника болсын, енді бәріне көтеру мәселесін қарастырып жатырмыз. Ұсынысыңызды қарап талқылайық, жарай ма? Сол негізі мына инвестициялық субсидия жөнінде айтып отыр, экскаватор жөнінде оны қазір қолдай алмаймыз. Түсіндіріп берем неге. Бізде Қазақстанда негізі жаңарту деңгейі, ауыл шаруашылық техникасын жаңарту деңгейі 4,7% болып отыр. Негізі өзімізге 7-8%-ға дейін көтеру керек. Оған енді ақша жетпей жатыр. Анықтама үшін айта өтейік, өткен жылмен салыстырғанда облыста жалпы егіс көлемін 7 мың гектарға, оның ішінде күріш көлемін 5,3 мың гектарға,
Мал азықтық дақылдарда 2-3 мың гектарға, картоп, көкөніс бақша көлемін 222 гектарға ұлғайту көзделуде. Вегетация кезеңіне су лимиті белгіленгеннен кейін егіс көлемі нақтыланатын болады. Биыл Украина ғалымдарымен тәжірибе ретінде демонстрациялық алқапта әртараптандыру бағытындағы дақылдарды егу қолға алынуда. Қазір көктемгі дала жұмыстары мен егін егу науқаны кестеге сай жүруде. Диқандар тұқым, тыңайтқыш, техника және жағар-жағармаймен толық қамтылған. Ол жазды өт Назгүл Қажытаева, Нұрдәулет Саду, Жарас Рашев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.